Ассаламу алейкум, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай керемет творожный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Қажетті заттарымыз ертілген сары май, ұнымыз қажет болады, және де ірімшік, жұмыртқа, қаймақ, сонымен қатар қантымыз да қажет болады. Ең алдымен ертілген сары майымызға қантымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан кейін жұмыртқамызды жарып, тағы да кішкене араластырып, одан кейін біртіндеп ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илеуге кірісетін боламыз. Ең бірінші венчикпен осылай араластырып, одан кейін қолымызбен осылай жұмсақ қамыр илеуге кірісетін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болуы қажет. Сол кезде пирогымыз өте жұмсақ дәмді болып шығады. Енді салмасын жасауға кірісеміз. Салмасына творог, жұмыртқа, сметана және қантымыздың барлығын салып, тағы да бірдей етіп араласқанша барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Осындай арнайы пирогқа арналған формамыз қажет, яғни сіздерде ондай болмай жатса, басқа да торттың формасын қолдана берулеріңізге болады. Қамырымыздың барлығын салып, осылай қолымыздың көмегімен пирогтың көлемінде етіп, қамырымызды жасап шығатын боламыз. Одан кейін осылай шанышқымызды шет жақтарын түзулеп, барлығын әдемілеп жасап шығамыз. Одан кейін салмасын салуға кірісеміз. Салмасын барлығын салып, осылай қасықпен бетін тегістеп алатын боламыз. Мен бетіне әсемдік үшін, яғни құлпынайды қолдандым. Сіздер басқа да жеміс түрлерін қолдана берулеріңізге болады. Духовкада 150 градуста 35 минут көлемінде қызарғанша пісіретін боламыз. Міне біздің ірімшіктен жасалынған пирогымыз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Мен бірінші рет жеп көргендіктен маған дәмі өте ұнады. Және де сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма міндетті түрде тіркеліп, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.